ма? Құдай, ұзаттыңыздар мынаны енді қызды. Құдай берді өледі. Мен ба? Қойшы. Болды, қуаныш, дайындал. Бірақ бүгінгідей арзанға шықпайым десең. Өне айтам. Жалпы Адайдың қызы. Қалай ұрынып қалдың мына Адайға? Меркеден шығып алып. Ладно, мен Атыраудың баласы, Адайға ұрына берем. Ладно, это положительно. Резус фактор положительный деген сияқты ғой. Қуаныш вообще ер жүректі азамат. Адайдың қызын алу оңай емес қарағым. Оны алуын алып алып, еще онымен бірге өмір сүру, это вообще, ребята, извините меня. Потому что мен де сондай бір Адаймен өмір сүріп жатырмын. Кейде алдайым, кейде мақтайым, кейде ұрам, сен ойнай айтам. Ішіп отырсың ба? Жоқ. Басе, не догоняет она, не догоняет. Құйсаңдаршы құрсын, аузына құясындар ма, стаканына құясындар ма. Атыңыз кім? Маржан. Маржа. Кім болып келесіз? Достары болып келеді. Достары болып келесіз. Кім болып жұмыс істейсіз? Фармацевт. Фармаколог. Қойшы, мефедрон қаншадан болып жатыр қазір? Ойнап айтам. Мынау сізге орамал, ванны орамал. Біреу ванның ішінде сүртінесіз, екінші сыртында. Құтты болсын, марж. Сені бәрі марж дей ма, или морж дей ма? Екеуінде? Я иногда марж, иногда морж десеңізші. Әпкесі. Кім болып жұмыс істейсіз? Банкир. Банкир? Қай банкта жұмыс істейсіз? Халық банк. Я же вообще вас ненавижу, вы знаете? У меня ипотека у вас там по 27% годовых. Бірақ бір риза болатыным, ешқандай ағайын тумам іздемесе де, сендер айына бір рет мені іздеп, жағдайым сұрайсыңдар да, и на следующий день напоминайте, что у вас кредит 134 428 тенге. Молодец. Правильный ответ. Ах, какая женщина, какая женщина. Дұрыс, науда саған орамал. Біреумен өзің сүртінесің, біреумен Хамид сүртесің. Как раз Хамид вечно орамалсыз жүреді қасқа. Рахмет, мен негізі мына кісіні шақырғам, сіз отыра беріңіз. Ойнайтам. Кәмір, ренжікпайын деп тұрған сияқты жылапты. Ұқсайсыздар, қызымыздың мамасыз ба? Мамасымын. Қойшы, дәл таптым да. Дәл таптым, мен әулием ғой, просто ішем. Апа, атыңыз кім? Асия. Кім болып келесіз? Мен алпамыстың туған әпкесімін. Не қыл дейді? Мадинаның енесі ғой мына кісі. Айшадан кейінгі. Кім болып жұмыс істейсіз? Мен енді бухгалтер, экономист сондай болғам. Қойыңызшы, бухгалтер ма? Менің мамам да 40 жыл бухгалтер болып жұмыс істеген ғой. Сол мамам айтатын, бухгалтер это вечная профессия. Директорлер сотталса да, бухгалтерлер сотталмайды дейтін. Потому что бухгалтер екі смета жасайды дейді. Біреу чистый, біреу подпольный. Қанша бастықты соттадыңыз? Сен ойнай айтам. Сіздің атыңыз? Айжан. Кім болып келесіз? Айжан сестренкасын. Кім болып жұмыс істейсіз? Фармацевт, провизор. Қойшы, бағана фармаколог қыз қайда? Морж. Моржбексінің мефедроны қымбат екен, сізде арзан ба десең. Ойнай айтам. Правильный ответ! Мә, аман бол. Апам не үшін шыққан біт. Сен құттай жастаусың ғой. Дұрыс жауабы? Луна, цветы. Дұрыс қой! Шабала құрмет қошеметтеріңіз. Екі бірдей. Біреуі Алпамыс ағамыздың қарындасы. Әпкесі. Просто жас көрінесіз апа Алпамыстан. Рахмет дейді. Мынау сізге апа, ең қымбаты сізге, ең арзаны сізге. Рахмет. Мама, неге мен тек кемпірлер жақсы көреді? Жас қыздар қайдасыңдар? Неге мені сүймейсің? Марш, неге мені сүймедің бағана? Тем более сен басың бос. Кел, сүйші мені. Ойнай айтам құрсын. Я в твоих поцелуях не нуждаюсь. Десең. Ахат, кел, мені сүй десең. Ойнай айтам. Арғырай, кеттік, жалғастырамыз. Поехали, слушай. Рахмет. Карантиннен кейін енді шыққан сияқтысың ғой тойға. Құтырып жүрсің, Басия, декретте болдың ба? Неше бала тудың? 4-еу, құдай, кім анау саған тыным бермейтін түнімен? Кәне, қаяқта ол? Көке қойсайшы құрсын. Мынау бала ма? Нормально? Саған да керегі сол ма не? Молодец. Атыңыз кім? Гүлжайна.
Гүлжайна, жайнап гүлдей құлпырып қаяқтан келатсың? Кімсің сен вообще? Неғып жүрсің? Біз Қуаныш пен Мадинаның достасы. Неше жылдан бері доссыңдар? 10 жыл болды ма? Оны кімнен сұрап жатсың? Талғаттан ба? Талғат құрсын өзін қашан үйленгенін білмейді ғой, а? 7 жылдай болды. 7 жылдай болып қалды, молодец. Қуаныштың екі бір жақсы қасиеті. Адал. Адал болып не істеді сонда? Не, ешкімге шөп салмап еді? Вот откуда ты заметил адал деп? Өзі Мадинаның өзі оның адал екеніне сенбейді. Сен қаяқтан сенесің? Кім болып жұмыс істейсіз? Негізі банкирмін. Негізі это как можно понять? Декреттемін. Конечно, декретте боласың, құдай-ау. Талғат тұрғанда қайда декретте шықпағанда не істейсің? Так, правильный ответ! О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Үш балаң бар ғой, жарамай ма? Вообще мен бәрін Талғаттан көріп отсам, мынаны кестірген бәрі. Ифраше Франция. Өкше қыратын. Өкшең жарылып кетті сен вообще, бар ғой. Бағана байқадым. Отыра бер. Гүлжайна, молодец, красавица. Что ты хочешь? Бірден айтайын деп пе? Билеп кетейін ба? Ну, давай. Рахмет. Болды, Гүлжайна, ойбай. Талғат мынаны анда-санда көшеге шығарып түсірші кісін. 4 бала туам деп, дикий болып кетті ғой мына вообще. Атыңыз кім? Меруерт, Кім болып келесіз? достары болып келеді. Кімнің? Мадина Қуаныштың Кіммен келдіңіз? күйеуімен әлі. Кәне күйеуіңіз? Сіз ба? Бағлан. Кімге еркелетесіз? Жаным, бағланым. Бағланым? Так, кім болып жұмыс істейсіз? Декретте. Қойшы, сенде тут бала туып тастадың ба не уже? Қойшы. Пока? Онда отказ жоқ қой қарағым. Бағлан дайын бол. Правильный ответ? Бұл Ойба. Мынау не ішіп отыр өзі? бухгалтер, милый мой бухгалтер. Это неправильно! Дұрыс қой, правильно. Дұрыс. Шабала құрмет. Атың кім? Сабина. Кім болып келесің? Досының келіншегі. Кім қайда күйеуің қаяқта? Кәне, тұрш орнынан. Кәне, аты кім? Жандос. Жандос, жақсы көресің ба? Я. Қай жерін? За все хорошее. А что он тебе хорошего сделал? Все хорошее. Ну, что именно? Вот Ну, в первую очередь, он отец моих детей. Естественно, сүйен күйеуің болса, Жандос болмағанда кім болады енді? Не айтып тұрсың қарағым-ау? Қанша бала шағың бар? Үшеу. Үшеу. Старший нешеде? 6-да. 6-да. Младший. Годик. Годик. О баланы қай қатысап кеттің? Сестренкама. Қасқа, веші сестренкаларың бар ғой, жек көретін шығар сені бар ғой. Веші қыдырған кезде біздің бәріміз сестренкаға тысақ кетеміз ғой. Правильный ответ. На рукаве. Че на рукаве? Сен вообще дайындалмағансың ғой вообще. Бар кет дайындалып кел, ертең ата-анаңмен келесің. На рукаве. Осы әнді қанышер қыздар сразу табады. И это правильный ответ. Кім болып жұмыс істейсіз? Пока дома. Пока дома с сестренкой вместе, да? Молодцы! Кел, бере ғой, бір подарок, шапалақ, құрмет, қошемет. Осырақ, жаман шалың аман болсын. Дұрыс па? Аумин деп бетін сипамады ғой что-то. Аумин деп қояды. О, бетін сипа, молодец. Азат ағамды вообще ризамын сізге. Сондай ақ көңіл, ақ жарқын адамсыз. Әттең сіздің бұйра шашыңызды көрмедім мен. Өкінішке орай. Жеңшем қаяқта? Осы қыз ғой бәрін түсірген осы. Жоқ қылған осы қыз. Бірақ зато өзі құлпырып жүр, өзі гүлдей жайнап жүр. Сіз күшті садовниксіз. Мынадай гүлді солдырмай, әдемі қып, күшті болып ұстап жүрсіз. Өзіңіз жүнжік кетсеңіз де. Құдай жүрегім. Болдың ба? Отыра. Молодец, Азатчан. Между вами появилось чудо, а? Ал кішісі? Серікке неге заявление жазбайсыз сіз? Мынау сізді шаршатып жатыр ғой десең. Серік қаяқта? Молодец, осы Серік әуден орыстарға жақын еді. Жақсы көреді еді орыс қыздарды. Мариечка, и с нами празднуйте этот праздник любви, удачи, успехов, процветания, всего-всего хорошего. С Новым годом! Қуып кетсең аяғыстан.
Маған рахмет айтпай ақ қойыңыз, зачем? Қуаныш пен Мадина ақшасын төлеп жатыр ғой. Ойнап айтамын. Я просто отрабатываю, ребята, на самом деле. Мен сол балалардың атынан рахмет айтатынмын сізге. Рахмет, аман жүріңіз, жеңеше. Деніңізге саулық, басыңызға амандық. Қосыламыз ба? Бәріміз айттық па? Келіңіз. Әулеттің үлкен ретінде ас қайыр жіберіңіз. Қатырат, молодец асаба. Рахмет. Көрші ақысы тәңір ақысы дейді. Ертең ана жаққа барған кезде сұрайды екен, көршіңмен қалай болдың деп. Почему-то менен сұраған жоқ, бірақ сұрайды дейді. Көршілер, сен киімің бар ғой, кәм таза следактың киімі ғой. Кәм қолыңа андай папка жетпей тұрды, андай иіс шығып кеткен папка ше. Сары қағаздармен ше. Сіз келіншегісіз ба? Сен ана 4 бала туған. Я, молодец. Күйеуіңнің аты Талғат емес пе, да? Молодец, я знаю его. А ты его знаешь? Ойнай айтамын. Ал, көршілерден үлкені осы кісі сөйлесін. Өйткені жұма сайын бауырсақ пісіретін осы кісінің әйелі. Кел ау. Мына көршілер вообще риза болып жатырмын. Обычно біз көршілерді постоянно трико, шортик, созылып кеткен халатпен көретін едік қой. Вообще күшті болып киініп келіп тұр. Біз мынадай көршінің мынадай киіммен кигенін көрмеппіз. Элитный ЖК ма? Қандай ЖК? Айтшы өзің бастап аласың да интриганы и іліп қойып отырасың. Я должен догадываться. Айт бол қандай ЖК? Все захотят. Кого захотят? ЖКу или Қуанышу? В этом ЖК. Шок, чоқсың. Не алған ЖК? Сен айтшы, сен аузын сұстырмайды, айта бар. Верный. Верный. Ол қаяқта? Аль-Фарабиновой. Аль-Фараби Наваи ма? Алматинканың жанында ма, ана судың жанында? Қойшы. Күйеуі мас болып қалса, су жерден тауып аласың ба? Молодец. Кәм шомылып жүресің. Сонда купальникпен жүресіңдер ме ол жерде? Вот көрдің ба, сен айтқың келген жоқ, аяғы знала. Мына брат вообще ризамын да. От души билеп жүр да, ешкімге қарыз емес екен көрініп тұр кәдімгідей. Даже мойнында бірде-бір кредит жоқ. Или бар ма? Жоқ па? Кіммен келдің? 40-қа келді ма? Бәсе бір иіс бар. Ойнай айтамын. 40-қа келіп жатыр, бір шабала құрмет қошеметтеріңіз. 40-қа келген жігіт. Келіншегің қаяқта? Ау, келіншек үйде. Қойшы, нешінші баланы бағып жатыр? 3-ші қызды. Қойшы, сенде де 3 қыз ба не? Жұмақтамыз. Жұмақтағы адресіміз Қожамжарова 22 дроп 1. Мына бала бастасын енді, я? Үлкені ғой енді, 40-қа келіп жатыр. Араларыңызда үлкені бізден бұрын кететін келеу. Ал, рахмет. Барлық жақсылық тілеймін, өзіме не тілеймін, соны саған да тілеймін. Қуаныштың кластасы атыңыз кім? Мадияр, өзіме не тілеймін, соны да саған тілеймін дейсің. Қайдан білем, может, сен өзіңе тоқал тілеп жүрген шығарсың. А может, оны Мадина вообще қалдамайтын шығар. Мен айтамын, кластасың ба? Құдай жан, рахмет. Кезінде бірге. Ладно. Не будем поддаваться подробностями. Кеші. Несі көп? Тіл байлығы? Маған тілінің байлығы керек жоқ. Маған ақша байлық керек десең мен айтамын. Кеші. Красавчик. Кіммен келдің? Жұбаймен? Жұбайың қаяқта? Аты кім? Сабина, келшіш қасына. Сабина, келшіш. Жұбайың ба? Бірге жүрсеңдер екеуің. Ұрсықпасаңдар да көрсетпеңдер. Білдіртпеңдер, е? Ішіп жүрген жақтықтай жүрсің ба? Қанша айтып қоятсың, ол вообще басына қонбайды ғой. Зачем сен онымен алысасың? Все, көне бер. Умыр-рахи кетті осылай. Молодец, красавчик. Вы все вместе? В смысле, вы втроем, что ли? Это что за семья такая? Что? Братья и сестры, да? Тойларыңыз құтты болсын, достары бәріміз жабылып, қуанышты көтеріп, жоғарға лақтырайық. Ойнап айтамын, қуаныш сен кім лақтырайын деп жатыр вообще. Желание жоқ сен лақтыратындай. Бұрынғыдай жеңіл емессің ғой сен. Былшиып семіріп кетті қал. Тойларыңыз құтты болсын, рахмет айтып керегі жоқ. Мен тегін келіп отқан жоқпын, ақшасын төлеп отырсың ғой маған, құдай ау. 6 миллион теңге ғой сондағы, десең, ойнап айтамын.